afternoon, peoples. Good afternoon, teachers. Sit down, please. How are you? I'm okay. I'm okay. What date is it today? Saya. Today is 20 of each of January. Sit down. Who is on duty today? Shakil, Sada. I'm on duty today. Who is on absent today? Hakan Zangar and all are present. Present, sit down. Барлығымыз оқушылар шарттық шеңберінде тұрамыз, ja? Grade on circle of J. Барлығымыз бірдей оқыды, ja? Biz қазір сабақ бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Екі топқа бөлінеміз. Бірінші топ бізде қызылдар, яғни жемістер арқылы. Қызыл алма жемісін аламыз. Екінші топ сарылар, яғни алмұрт жемісін таңдаймыз. Келіп топқа екі топқа бөлініп келіп ойда. Екінші сары алмұрттар жемістілектер екінші топқа келеміз. Келе қойыңдар. Топтың атауы омыртқалылар және омыртқасыздар. Бірінші топтағылар қызыл жемісті түсті алма алғандар. Инвертебрайтес. Екінші топтағылар сары түстегі алмұрт жемістегілер. Вертебрайтес. Келесі бізге үй тапсырмасы миға шабуыл әдісі, миға шабуыл әдісі арқылы біз топты тест және сәйкестендіру тесттер арқылы қорытындылаймыз үй тапсырмасын. Сәйкестендіру тесттерін бермесіндерге тапсырманы. Екі топтың тапсырмасы. Бірінші топтықы тесттік жұмыс. Екінші топқа сәйкестендіру тесті. Ақпаратқа жасасаңдар болады. Үшкіде сөйлейміз, жаңағы ағылшыншасын және қазақшасын. Қайда бару? Қазақшасын айтамыз, сосын ағылшыншасын айтамыз. Sayın
Fotosintez. Tınıs alу fotosintez. Fotosintez. Tınıs alу. Breathing. Bunun bizde sekislendiriu. Bunun duruş cevabı Y. Өсімдік ағзасындағы маңызды екі үдеріс. Хлоропластар. Choroplast. Bunun cevabı S. Fotosintez prosesi. Next. Келесі. Next. Оттек, сутек, жарық. Оттек, оксиген, сутек, гидроген, жарықлайды. Лам жауабы фотосинтездің бастапқы өнімі. Шайыр, шерфул. Шерфул қалған жапырақтың өсімдіктер бөлінеді. Thank you. Next. Келесі. Бесінші, күйдіргіш сұйықтық, caustic lakelet. Бұның дұрыс жауабы Ж. Қалқалай жапырағынан бөлінеді. Эфир майы, essential oil. Д. Цитрус дақылдарына бай. Thank you. Келесі топ. Біздегі Алфавит. Өсімдік ағзасындағы маңызды екі үдеріс. Жауабы А. Тыныс алу фотосинтез. Important two shocks in the plant body. A. Respiration, photosynthesis. Next. Келесі. Fotosintez prosesi жүреді. Хлоропласттарда, ағылшынша хлоропласттарда. Ағылшынша Хлоропласттар. Please sit down, please. Фотосинтездің бастапқы өнімі оттек, сутек, жарық. Ағылшыншасы оксиген, саттек, лайк. Like, sit down. Thank you. Next. Келесі. Қылқан жапырақты өсімдіктер не бөледі? С. Шайыр. Ағылшыншасы The Connect Ardentivet Sheffield. Қалған жапырақтарынан бөлінеді. Дұрыс жауабы Б. Күйдіргіш сұйықтық. Getting from little levels. Б. Bullying liquids. Thank you. Алты, сиус дақылдары бай эфир майына. Эфир майына essential oil. Тапсырмасын тесттік және жаңағы біздегі сәйкестендіру тесттері арқылы қорытындыланды. Бүгінгі жаңа тақырып Let's start our lesson. Омыртқалы және омыртқасыз жануарларды зәр шығару жүйесіндегі салыстыру үдерістері. Today is the hens is vertebrates in the vertebrates. Біздегі топтық тапсырмалар, бірінші тапсырмаға, бірінші топтың тапсырмасы және екінші топқа тапсырма. Тапсырма бізде шамалы күрделі болады. Мына жерде біздегі көріп тұрғаныңдардай омыртқасыздар, амебалар және мына жердегі бұлтық құрттардың зәр шығару түкшелерін ағылшыншалап жазамыз және қазақшалап айтамыз. Келесі екінші топтағылар омыртқалылар. Бұл жерде балықтың бейнесін көріп тұрсыңдар. Балықтың бейнесінде осыған қандай заттар берілген? Мысалы, қуық, немесе бүйрегі бар дегенде осы сияқты жазасыңдар және оны ағылшыншалап айтып береміз. Мына екі топқа топтық тапсырма. Тез орындаймыз. Do you understand? Yes. Do you understand? Yes.
Кийинки foot vacuole. Чыгыш vacuole. Balık kangasının zar шығару жүйесі біріншіден бүйрек кидне, екіншіден несебағар or bright, қуық bladder. Келесі біздегі екінші топтарлар. Отырып құстардың зар шығару түтікшелері. Оттек, сутек, оксиген и сутек, хайчен. Оксиген, вод вакуоле и нуклеус. Хайчен, хантеректай вакуол. Арқылы зар шығару. Please sit down. Second take біздегі екінші тапсырмая айналым бекеті әдісі ол round about method айналым бекеті. Бірінші тапсырма, топтың тапсырмасы. Екінші омыртқалылар. Омыртқасында Қарапайымдар амеба. Ағылшынша амеба. Жалпақ құрттар аксилома, wheat water. Уылдық құрттар жауын құрты, right worm. Шаян тәрізділер, crustaceans. Он аяқтылар, escordos. Ал олардың зәр шығару мүшесі қарапайым амебаның желгіш вакуол арқылы зәр шығарады. Ал жалпақ құрттар аксиломаның зәр шығару түтігі арқылы. Уылдық құрттар зәр шығару түтікшелері, шаян тәрізділер жасыл без арқылы, он аяқтылар желгіш вакуол арқылы. Thank you. Sit down, please. Келесі топ. Омыртқалылар, vertebrates, балықтар, fish. We are ready. Омыртқалылар, vertebrates, балықтар, fish. Олардың зәр шығару мүшесі бүйрек, киіндей, анал тесігі, anal opening, қуық, bladder, қосмекенділер, amphiping, олардың құйрықсыз түрлері tailless species, бүйрек, киіндей, несебағар, or bright, қуық, bladder, cloaca, артқы ішек, hindgut,
Jorg'alauvchilar reptiles, zar chiqaruv mushaklari, buyrak, kiyindek, yurusa, nisibag'ar tutugi, quloq bladder, kloaka, kloaka. Thank you. Kelesi. Next. Start. Throat. Buyrak, kiyindek, nisibag'ar or bright, kloaka, sütxo'rliklar mammoth, buyrak, kiyindek, nisibag'ar or bright, zar chiqaruv kanali, urinary tract, quloq bladder. Sit down. Kelesi topshirma. Kelesi topshirma, екі топтан bir o'quvchidan шығамыз, омыртқасыздардан және омыртқалылардан. Тақтаға шығып, мына жердегі омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың зәр шығару күшелерін рет-ретімен айтып шығамыз. Ағымшалады. Келеміз, екі топтан бір o'quvchi келіңдер. Омыртқалылар ағымша жанр қалай қалады? Омыртқалылар vertebrate. Арайлым келесі жаққа өте ғой. Бүйрек, kidney, несибағар ureter, quloq bladder. Зар шығару каналы ureter. Тақырыбын оқып жүріп, төбедегі. Excretory system of a vertebrate. Сонда не деп тұр? Омыртқалылардың зар шығару жүйесі. Жақсы, thank you. Sit down, жаным. Оқымады, ақын шалғысын оқиды. Excretory system of an insect, digestive type, might begin tubeless. Tubeless. Келесі. Green gland, excretory system of some arthropods. Жалпы бұл жерде нені көрсетіп тұр? Омыртқасыздар, омыртқасыздар класындағы жәндіктер тобын көрсетіп тұр. Омыртқасыздар қалай аталады? Invertebrates. Thank you. Sit down. Next, келесі. Екі топқа бірдей беремін. Қай топ бірінші орындайды, екеуі де бірдей мына жердегі суретті бейнеленіп тұрған көріп тұрсыңдар, иә? Бұл жердегі қай жаңа зәр шығару жүйесі қандай тракзаға тән? Және соны үш тілде айтып бересіңдер. Қазақшасын және ағылшыншасын. Кесін жанына жазыңдар. Стрелка, схемаға көрсетіп қойған. Қандай тракзаға тән? Адам немесе адам сүтқоректілер, мамалыз, сүтқоректілер. Do you understand? Yes. Yes. Do you understand? Do you understand? Орысшасы. Вот такой. Дайымыз ба біз? Yes, okay. Кім қорғайды? Бұлай, қарап тұр.
адам жүйесіндегі зәр шығару нүктелері бірінші бұл жер бүйрек, несепаға және қуық. Оларды ағылшынша айтатын болса, Адамдікі болса адам не деп аталады? пепл, Келесі. бүйрек, киднey, несепаға юритер, қуық, бладер. Yes, thank you. We are ready. Evet. Осы зәр шығару жүйесі қандай түрі ағзаға тән? Құрылысын ағылшынша, қазақша жазу. Бүйрек, kidney, почка, несебағар, юритер, мочеточник, қуық, бладер, мочевой пузырь. Мына жерде зәр шығару жүйесінде қандай тір ағзаның зәр шығаруын көріп тұрсыңдар? Суретте. Адам. Адам ағзасының зәр шығару. Пепл, иә? Жақсы, thank you. Sit down. Next, trade games, bingo games. Trade. Келесі біздегі бинго ұяшықтар арқылы сұрақ беріледі. Екі топқа бірінші сұрақ. Бірінші топтағыларға. Бірінші топтағылар біздегі омыртқасыздар тобы, иә? Омыртқасыздар. Бірінші топ. Кім жауап береді? Аружан. Аружан, тұра ғой. Келесі сұрақты оқимыз. Мафияға түзілі қандай жануарлар болады? Қандай жануарлар болады? Жәндіктері өрмекшілері. Жәндіктер инсект, насекомия, өрмекшілер, спидер, паук. Ағылшынша спидер, орысша паук. Келесі. Келесі бізде екінші топ омыртқалылар. Кім айтады? Арман, тұра ғой. I'm ready. Бүйректің ағылшынша, орысша қалай атаймыз? Бүйрек, kidney, почка. Thank you. Sit down. Next. Келесі. Айтамыз, кім айтады? Тұра ғой. Бір ғаным өтсен ба? I'm ready. Балықтардың екі класын атаңдар. Балықтар сүйекті және шеміршекті болып екі класқа бөлінеді. Сүйекті bone, cost. Шеміршекті cartilage және crunch. Sit down. Thank you. Үй тапсырмасын бізде оқушылар үй тапсырмасында біз мына кесте бойынша кітаптарында, өздерінің кітаптарында бар оқулықтар. Мына соңғы бетті ашамыз. Жануарлардың тобы, зәр шығару жүйесінің ерекшеліктерін осыны үй тапсырмасында кестені толтырамыз. Және сүтқоректілердің аналығы мен аталығы, бақаның аталығы, және мына жердегі құстың аталығын осылардың зәр шығару жүйесімен рет-ретімен жазып суретін саласыңдар. Сосын мына кестені толтырамыз. Келесі топқа да дәл солай. Үй тапсырмасында екінші тұрған бірінші топ мынау. Келесі осы жануарлардың зәр шығару жүйесіндегі ерекшеліктерін салыстыра отырып, олардың мүшелері қалай аталады? Бүйрек, мысалы, kidney, қуық, осы сияқты колока деген сияқты ағылшыншасымен жазып, бірге зәр шығару жүйесін жазамыз. Жақсы, сау болыңыз.